Сәлеметсіздер ме? Мені өздеріңіз танитын Сариева Әсеткүлмін. Шығыс медицинасында 30 жылдық еңбегі бар мамамын. Бүгінгі видеода тек қана аурумен емес, бет күтіміне көп рецепттер бермекшімін. Осы рецепттер сіздерді үй жағдайында жасай алатын нәрселерді айтқым келеді. Күнделікті жеп жүрген біздің ұнымызды кофемолкадан өткізіп, ұн етіп, не дүкеннен дайын күріштің ұнын алып, 2 ас қасық ұнға 3 қасық сүтті араластырып, оған аллергия жоқ болатын болса, 1 шай қасық бал қосып араластырып алып, бетті жуып тазалап, дайындап алып, істелінген қоспаны жағып 15-20 минутқа кепкенше ұстау керек. Кепкен соң жылы сумен жуып тастайсыз. Мойныңызбен қосып түгел жағыңыз. Бұл масканы кеште қолданғаныңыз дұрыс. Негізі қандай маска болмасын, кешінде жасаңыз. Бет түнге қарай демалып, жақсы нәтиже береді. Күріштен істеген маска беттің қарадағын, әжімдердің болмауына, әжім бар болатын болса тегістейді, бетіңіздің әлін кіргізеді. Күріштің ұнына егер ұн істейтін кофемолка жоқ болса, күрішті қайнатуға да болады. Егер қайнататын болсаңыз, су құйып 20 минут пісіру керек болады. Пісіп дайындалған күрішті мыжып, суытып барып, сүтке жұмыртқаның сарысын араластырып, бетіңізге жағасыз. 20-30 минутқа бетіңізге жағып қоясыз. Содан соң уақыты келгенде жылы сумен жуып, артынан салқын сумен жуып, крем жағып қою керек болады. Осы ауруларға жәрдем бере аламын, сондықтан WhatsApp-қа маған жазыңыздар. Енді бұның бәрі әйелдерге керек рецепттер. Әжім түскен бетке жұмыртқаның сарысын аптасына 2 рет жағу керек. Тазаланған бетке жағып 30 минут кепкенше қою керек. Жуған соң жайлап, жұқалап, крем жағып қою керек. Үй жағдайында да қарадаққа, үй айранының не кефирге кішкене стаканға 1 ас қасық овсянканың ұнын араластырып жағасыз. Бұл масканы да 30 минут ұстап, қалған суын бөлек құйып алып, холодильникке сақтап қойып, күнделікті жуатын күріш суының үстіне жылыту үшін қайнаған аз ғана жылы су араластырып, ертеңгісін бетті жуу керек болады. Ары қарай күнделікті жағатын кремдеріңізді жағып, макияжыңызды істей бересіз. Осыны 1 ай істесеңіз, әдеміленіп шыға келесіз. Бет күтімі өте маңызды. Әдемі болғыңыз келсе, күнделікті күтіну керек. Ол жеке өз басыңыз үшін керек. Көп уақыт кетпейді. Әдетке айландырсаңыз болды. Үйдемін, ешқайда шықпаймын деп бетіңізге көңіл бөлмесеңіз, мен айтар едім, өзіңізді жақсы көрмегеніңіз деп. Ал жаз болсын, күз болсын, күннен қорғайтын кремді міндетті түрде жағып жүріңіз. Ол сіздің теріңізді қарайып кетуінен сақтайды. Беттің қарадағына кефир не айранға лимон шырынын араластырып, бетке жақсаңыз бетті ағартады. 50 грамм кефирге не айранға 1 шай қасықпен лимон сөлін араластырасыз. Араластырып, екеуін араластырғаннан кейін бетке жағасыз. Тағы да 20 минут ұстап, жуып тастайсыз. Беті құрғап кеткен кісілер глицерин мен балды 1:1 пропорциямен араластырып, жағатын болса өте пайдалы. 30 минут ұстаған соң тағы да жылы сумен жуып, артынан салқын сумен міндетті түрде жау керек. Түнгі кремді жағып қойсаңыз болады. Корей әйелдерінің мысалы беті неге жалтырап тұрады десеңіз, олар жай күнде күрішті әбден қайнатып, суын бөлек құйып қойып, холодильникке сақтап қойып, күнделікті жағатын кремдеріңізді жағып, макияжыңызды істей бересіз. Әрине бетті күтумен қатар жүйке жүйені де қалыпқа ұстау керек. Әсіресе әйел кісілер беттеріңізді күтімде ұстап, ажарыңыздың әдемілігін сақтаңыздар дер едім. Әйел адам сымбатты да әдемі болсаңыздар, өздеріңіздің көңіл күйлеріңізде орында болады. Бет әрлеумен қоса, бір мезгіл тыныштандыратын неше түрлі шайларды ішіп, өт айдайтын, бүйректің құмын кетіретін шөп шайларын қосымша ішіп жүрсеңіз, бетіңіз ажарлана түседі, сұлулана түсесіз. Енді бет көбінесе сіздің күткеніңізге байланысты. Біздің қазақтың әйелдері де өте сұлу әйелдер. Шетелге көп баратын болсаңыздар, ішінде қазақтың сұлу екенін білесіздер. Мысалы, сол сұлулықты жоғалтпас үшін біздер үйдеміз демей, балалы болып отырмыз демей, болмаса қартайдық, әжім түсті демей, соның бәрін әжімге қарсы, беттің күннен сақтайтын жаңағы
қарайып кеткенінен сақтайтын неше түрлі кремдерді, неше түрлі маскаларды істеп отырсаңыз, бетіңіз әдеміленіп тұрады. Әрине, жаңада алдында да айтып кеттім, жүйке жүйелеріңізді сақтап отырыңыздар деп. Күліп жүріңіздер. Рас, өмір қиын, бірақ сонда да мойымау керек. Біздің әйелдер өте шыдамды, көнбіс қазақтың әйелдері, әдемі өздері. Сол әдемілікті жоғалтпайық, сақтап жүрейік. Әжім түсірмей. Одан кейін тағы да бір айтатын нәрсе, мына күннен сақтайтын кремдер болады. 30 SPF 30, SPF 50 дегендер. Соларды міндетті түрде жаз айында да, қыс айында да, осы жаңағы жылдың 4 мезгілінде барлық креміңізді жаққаннан кейін, күннен сақтайтын кремді жағып жүретін болсаңыз, сіздің бетіңіз күннен әжептәуір сақталып тұрады. Қарадақтар онша түсе бермейді. Сондықтан бетімізді күтейік, сақтайық, сұлу болайық, сұлуланайық.